Планеталық өзгеріс 6688 ғаламдық портал ашылды. Бұл ұлы бастамалардың айқын бейнесі. Адамзат енді сана деңгейіне қарай іріктеле бастайды. Әрбір жан өз санасының деңгейіне сай өлшемде өмір сүреді. Біреу жерде жүрсе де, ұшып жүргендей жеңіл сезінбек. Ал біреуге төрт құбыласы түгел болса да, қапастай тар әлемде тұншығып жүргендей болады. Біреу еркіндікте, біреу тас қамалдай қатты өлшемде өмір сүреді. Бірақ енді ұшу үшін қанат керек емес, саналы ояу ой жеткілікті. Адамзат бүгін терең биіктікте. Әрбір жан өз жеке басы кармасынан, әулет және ұлт кармаларынан өтіп, енді планеталық және галактикалық деңгейдегі рухани істерге тікелей араласуда. Бұл бұрын соңды болмаған биік саты, ерекше кезең. Сіз осы бақытты шыңдасыз. Ендігі ұлы мақсат осы биіктікте тұрақтап қалу ғана емес, одан әрі биіктеу, құласаңыз қайта биіктеп тұрып, нұрға қарай ұмтылу. Себебі сіз жер мен ғаламға қызмет етуші, ояу рух иесісіз. Қазір сіздің рухыңыз тоқтаусыз, үздіксіз ғаламда жұмыс істеуде. Сіз бұл құдіретті еңбекті көзіңізбен көрмесеңіз де, жүрегіңізбен сезіп тұрсыз. Оның қуаты мен тербелісі жан дүниеңізді тербетуде. Себебі сіздің қазіргі рухыңыз шексіздіктен келген. Ол жарықтың тереңінен оралған. Сол үшін жүрегіңіз кейде қысылады, кейде толықсиды. Бұл сіздің ғаламдық миссияңыздың айқын белгісі. Сіз ерекше таңдаулысыз. Және бұл таңдаулық тек сізге ғана тән емес. Қазір жер бетінде жүрген әр жан таңдаулы. Әрқайсысы өз жарығын алып келді. Бәрі де ғаламмен бірге жарқырап, оянып жатыр.